өзіме бір атақ тағып тастады, сондай бұл кассовый спектакль қоятын бала деп. Кино түсіретіндерге басқаша көзқараспен қарайды екенсің. Сын көп болды. Көтере алмайтын шоқпарды белдеріне байлап не қыласыңдар деген нәрселерді естіп жаттық арасында. Ол да құпия ма? Жоқ, оны мақтанып та айтқым келеді, бір жағынан құпия да ұстағым келеді. Тұрсынбек Қабатов десе бәрі өмірін айтады деген сияқты. 900 адам орнынан тұрып шапалақ соққанда ағамыздың көзіне жас келді кәдімгідей. Халыққа өтпей қалған спектакльден кино шықты деп естіген жоқпын. Мынау жақында осы Музарттың киносы басталса, бірақ сұрақ бәріне қызық. Мақсат неге топтан кетіп қалды деген. Еңкілдеп, еңіреп жылайды халық. Неге осы уақытқа дейін айтылмай келді Табылды Досымов? Ассалаумағалейкум, Леп подкастының көрермендері. Әдеттегідей сіздермен бірге мен Арнат Дүйсен, менің жанымда Даяна Тоқбергенова. Бүгін бізде Әзірбайжан Мәмбетов атындағы мемлекеттік драма және комедия театрының бас режиссері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Әли Бидахмет студиямызда. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Шақыруымызды қабыл алғаныңызға рахмет айтамыз. Алғашқы сұрақ театрдан бастайық. Театрда қандай жаңалықтар бар, қандай жаңа спектакльдер қойып жатыр, сол жағын айтсақ. Театр актерлары 3 айдан бері сізді көрмепті ғой. Біріншіден өздеріңізге рахмет, шақырғандарыңызға елеп ескеріп. Театрда жаңалық әдеттегідей көп өте. Театр тоқтап жатқан жоқ, жұмысы жалғасып жатыр. Жаңа айтып жатсыз, 3 айдай мен сол Түркістан қаласында болып, сол жақта спектакль қойып келдім. Енді басқа жаққа да шақырып жатыр, қазір сұраныстар түсіп жатыр. Соның арасынан таңдап баратын жерлеріміз болады. Соның бір Түркістан қаласы болды. Сол жақтан келдік. Енді өзіміздің астанамыздағы Әзағаң театрында қазір қызу жұмыс жүріп жатыр. Ол Қажымұқан біздің бабамыз жайлы үлкен бір спектакль дайындалып жатыр. Оның режиссері Жақсығали Ағнет деген өзіміздің театрдағы ініміз. Ол актер әрі режиссураны қосымша алып жүрген жігіттердің бірі. Тура өзіміз сияқты бәріміз де тура солай жұмыс жасап жатырмыз. О жақта енді көрерменге сол бір қойылымды дайындап жатырмыз. Міне осы наурыз айында премьерасы болады. Афишасы бәрі біздің Инстаграм парақшамызға салынды. Одан да бөлік кейіннен бізге тағы да үлкен мынау Башқұртстаннан режиссер келеді, Айрат Абушахманов деген. Ол кісі бізге мынау Әзағаңның алтын қорындағы ерекше бір қойылымдардың бірі Құс жолы романның желісімен жасалған Ана жер ана деген спектакльді сахналайды Шыңғыс Айтматовтың. Қазір бір үлкен оған да дайындық үстіндеміз. Одан кейін тағы да енді менің өзімнің қоятын спектакльдерім бар. Оның ішінде атап айтқанда Естай Қорланның махаббаты жайлы бір нағыз колоритті, бір қазақтың салт дәстүрі сақталған сондай бір тақырыптағы қойылым жасасақ па деген ниеттеміз. Өзім осыған дейін қойған спектакльдерім ішінде ондай дүние жасап көрмеппін. Сондықтан да осы бір жоспарларымыз бар. Бәрі сәтті болсын. Рахмет көп. Театрдан бөлек жеке. Сіз деп сөйлесек па, сен деп сөйлесек па? Жеке өзіңде өз басында не жаңалық болып жатыр? Түркістанда не істеп жүрсің? Жеке қазіргі менің енді ең үлкен жаңалығым сол шығар. Бұл режиссураға бет бұрғалы қазір сұраныс көп түсіп жатыр. Мен өзімде ешқашан режиссермін деп айтуға қынжылам кішкене. Өйткені біздің алдымыздағы жұмыс жасап жүрген ағаларымыздың жұмысын көрем да, ол дәрежеге дейін қайда әлі деп енді біреулер айтып жатады, бірақ өзім мүмкін бұл өз-өзіңді қамшылау, қайрау шығар. Жоқ, бір жағынан мындай ғой, мысалы, сіз айтып отқан үлкен режиссерлардың еңбегін біз бағалаймыз әрине, бірақ қазіргі замандағы жастарға жеткізу тәсіліңіз сол ұнап жатқан сияқты, сол себепті қазір сізде сұраныс сол себепті. Мүмкін сол осы заманға сай осы бағытта жүргенімізден кейін шығар. Тіпті мен осы уақытқа дейін қойған шығармаларымның ішінде бірде-бір классикалық туынды жоқ екен. Ең бірінші болмаған балық шақты сахналадық. Ақберен ағамыздың сол қойылымнан басталды. Бұл аншлаг көп жиналу, көрерменнің бір кассалық спектакльдер шығып жатыр деген бір өзіме бір атақ тағып тастады. Сондай бұл кассовый спектакль қоятын бала деп. Шыққан спектакльдердің бәрі Құдайға шүкір андай көрерменге ұнап жатыр да. Болмаған балық шақтан кейін Мұхтар Шахановтың Танагөз поэмасы мен Танагөз мелодрамасы қойылды. Мен Танагөзді өте қатты жақсы көрем. Былайынша айтқанда мені андай бір Алматыда өткен жас режиссерлар фестивалі деген бар, Мүсірепов театрында өтеді. Ұйымдастырушысы сол Мүсірепов театры, және де Фархат Молдағали деген біздің алдыңғы буындағы ағамыз сол жерге елеп ескеріп сол Танагөзбен шақыртқан болатын. Тіпті сол бір
қойылымдардың арқасында біз мынау Forbes-тың тізіміне еніп кеттік. Иә. Қазбек деген жаңағы драматург өзімнің інім бар, ол да актер. Сол біздің Forbes жаңағы 30 жасқа дейінгі жастар деген бір бөлімі бар Forbes-тың. Сол жаққа енгізді. Бастабында бір бетте ғана тұрсақ, кейінгі журналды қарасақ, бізге 3 беттен арнап кәдімгі үлкен мақаламыз жарыққа шыққан. Алып келе салуым керек еді, осы жерге ұмытып кеттім. Көп жерде жүреміз да соны. Ылғи өздері айтып жатады, кейбір кісілер сенбей жатады, енді ол өтірік шығар деп. Біз Қазбек екеуміз енді бір Құдайдың бұйырғанымен сонда кіріп кеттік қой. Соған бәріне жетелеп тұрған осы театрдағы қойылымдар болды. Одан кейін мынау Тастамашы ана деген спектакль шықты. Ол Шымкент қаласындағы Жұмат Шанин атындағы театрда қойылды. Сосын бір жақсы үрдіс пайда болды, спектакль қойсақ, ол біраз уақыттан киноға айналады. Иә, ол жайында қазір сондай болды. Содан кейін өзімізде Сәйгүлік деген спектакль шықты. Табылды Досымовтың жастар арасында қатты өнеріне арналған. Тіпті кәдімгі мынау желтоқсан оқиғасы сахнасын қостық, ол жерге бір қарсылықтар туындай ма деп қорықтық, бірақ енді ешқандай да бір қарсылық туындаған жоқ, ешкім қарсы шыққан жоқ. Тіпті керісінше біздің тарихымыз, біз бұны білуіміз керек деп бір ұлттық руханиятқа, ұлттық рухқа керекті дүние деп жақсы қолдау білдірді. Сол Сәйгүлік спектакльмен батыстың қалаларын аралап келдік. Ақтау қаласы, Атырау қаласы, Ақтөбе қаласы. Қалай қабылдады? Өте керемет. Не дегенмен де сол жақтың тумасы ғой, Табылды ағамыз. Мысалға Ақтөбе қаласында өнер орталығы 1200 адам келді. Ол Сәйгүліктің бір ең көп көрерменге ойналған әзірге бір қойылымы. Одан бөлек Атырау қаласында өзінің туған жерінде бүкіл анау Ендірден бастап қаншама қонақтарымыз келді. Ақтау қаласы енді қабылдау жағынан өте жоғарғы дәрежеде болды. Не дегенмен де енді адайлардың қаны ол жақта қайнап тұрған, қатты қабылдады да спектакльде. Енді анау сол бір желтоқсан сахнасында айтылатын әннен кейінгі шапалақ, залдың актерларды жігерлендіруі өте керемет болды. Сол Сәйгүлік спектаклі де бір үлкен бір жетістіктерге әкеп жатыр. Мынау Степ Эвордс деген премия болды 2025 жылы. Сол жақта Сәйгүлік үздік спектакль деген номинацияны жеңіп алды. Абай атындағы опера және балет театрында болды. Онда да біз күтпеген қаншама үлкен адамдармен таныстық. Медиа саласындағы былайынша айтқанда үлкен белестерді бағындырып жүрген жандармен. Енді былай қарап тұрсақ, соның бәріне жетелеп жатқан театр. Жаңа өзіңіз айтқан Түркістанда не қылыпсыз демекші, сол Түркістанға да келдік. Сол Түркістанға келе жатырмыз ғой. Музарт қойылымын сахналадық. Музарт муздрамасы, жанры муздрама деп аталады. Идея авторы Мерей Маханов деген өзімнің ағам, бір айтқанда ұстазым, Жүргенов өнер академиясы колледжінде жүргенде өзіміздің шеберханадан бөлек ол кісілерде сабақ беретін. Сондықтан енді сол кездегі ұстаздардың бәрі біздің ұстаздарымыз ғой. Сол бір ағам қазір бауырдай араласып кеттік қазір. Сол кісі ұсыныс тастап музартты жасау керек деген. Қазбекті қасыма ертіп, одан бөлек қойылымды қоятын командамыз бар үлкен. Сол қыздар жігіттердің бәрімен бірігіп барып сол муздраманы сахналап келдік. Ол таза Музарт тобының құрылуы жайлы. Тіпті міне осы 26 жыл Музарт тобына 25 жыл болды қазір құрылғанына. Ол ағаларымызда үлкен гастрольдік турда Қазақстанды аралап жатыр қазір. Спектакльді жазу барысында ағалармен кезіктік. Енді бәріне қызық қой о жақта. Бірақ сұрақ бәріне қызық. Мақсат неге топтан кетіп қалды деген. Сондай сұрақтарымыздың жауабын алып, соны бір халыққа дұрысынан түсіндірмесі болсын, дұрысынан жеткізейік деген оймен сахналап шығардық. Енді әрине сын көзден қорықтық. Бұл шынайы оқиға болғаннан кейін оны білетіндер де көп деген сияқты. Бірақ Мақсат ағаның өзі кеп көріп, өзі де рахметін айтып, алғысын білдіріп кетті. Және де Мейрамбек аға, Сәкен аға, Кенжебек ағалар бәрі енді ризашылығын білдіріп кетті. Баталарын беріп, бұл ары қарай турға шығу керек, біз де қолдаймыз деп. Сонымен ағаларымыз да театрға жәрдем беріп, бір-бірімізбен жақсы бір байланыста қазір ол гастрольдік іс-сапарға шығайын деп жатыр. 1 наурыз Республика сарайында, 3 наурыз Талдықорған қаласында Бекен Римова театрында, сосын 28 наурыз Астана қаласы осы Қалибек Қуанышбаев атындағы театрда бұйырса Музарт муздрамасы болады. Одан кейін тағы да бір спектакль бірден шығардық, ол Пейіш драмасы болды. Бәрімізге белгілі кинотеатрда көрсетілген кинофильм, қырғыздардың түсірген кинотуындысы Пейіш деген. Соның желісімен біз спектакль жасадық. Енді рұқсатын алдық, авторлардан, режиссердан, продюсерден, бәрінен алдын ала ескертіп, рұқсатымызды алып, біздің жасаған инсценировканы көрсетіп, былайынша айтқанда енді тоже бір жақсы ниетте жасалынды деп ойлаймын. Барынша ол кісілердің де келгенін қаладық, бірақ
тура сол сәтте қосымша пейіш 2 кинофильмі шығып жатты бізбен бірге. Сондықтан да ол авторлар Қырғызстан емес, тіпті мынау Ташкентте жүрді, Кореяда, қазір Америкада жүр, турда киноны көрсетіп. Сондықтан келе алмады. Бірақ алдағы уақыттағы көрсетілімдерге келеміз деді. Сол пейішті аяқтап Астанаға келген бетім осы. Қазір өзіміздің театрдамыз. Жаңағы Музарт кино бола ма? Болашақта қазір енді. Музарт, ол алдын ала енді оны сізде сезіп қойдыңыз, ол дайындалып жатыр. Осы жақында съемкасы басталады. Оның да кинофильмі шығады үлкен. Ол жақта режиссерсіз? Жоқ, ол жақта режиссер жаңағы идея авторы Мерей Маханов деген ағамыз. Өйткені ол кісінің негізгі мамандығы кинорежиссер ғой. Мен ана жақта режиссер болсам, ана жақта Мерей аға болады да, мен ана жақта бір Мерей ағаның қасындағы бір көмекшілердің бірі болам. Сол жаңағы спектакльді жазған Қазбек ол жақта сценаристердің бірі болып кіреді бұйырса. Қазбек барлық сізбен бірге теңдей жүреді екен. Екеуіңіз доссыздар ма әлде әріптессіздер? Доспыз, өте жақын доспыз. Кейде аға бауырымыз, кейде әріптеспіз. Былайша айтқанда шығармашылықта бір-бірімізді өте жақсы түсінетін жандарымыз ғой. Өйткені біз екеуміз де бір ұстаздың шеберханасында оқуымызды бітіргенбіз. Мен одан үлкенмін, бір курс. Қазбек менен кейінгі курсты бітірген. Бірақ бір театрдың астына келіп жұмыс істедік. Жаңағы ең алғаш мен сахналаған Маугли деген ертегіде Қазбек басты рөлден алған. Сосын болмаған балалық шақта Ақберен ағамыздың жаңағы ойнап шыққан актерлардың бірі. Сөйтіп шығармашылық байланысымыз осындай үлкен үрдіске жалғасып кетті. Ол екеу бір-біріңізді жақсы түсінбесеңіз, дос болмасаңыз, ондайда туынды шығуы мүмкін сәт шықпайды. Сол менің осы жасаған жұмыстардың, атқарылған жұмыстардың нәтижесінде бір үлкен түйген ойым, командалық жұмыс деген ең маңызды нәрсе екен. Өзіміз жалғыз қойып көрген спектакльдер де бар. Ол кезде қалай қиналдық енді мен айта алмаймын. Қазіргі таңда командам бар, Құдайға шүкір. Командамен жұмыс жасау деген бұл өзің де ләззат аласың, және профессионалды түрде шығады ол жұмыс өте. Оның үстіне мысалы бір ойды айтсаң, іліп алып кетеді мысалы, басқа ой қосады, сол жағынан қызығырақ. Дәл қазір бізде де команда бар, Құдайға шүкір. Осы подкаст түсіретінді қазір камераның арт жағында отыр. Алғыс білдіреміз біздің командамызға. Ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық подкастымызда. Былай, қазір жаңа айтып отырмыз ғой, бір белгілі бір спектакль қойылса, ол кейіннен бір ұзақ уақыт өтпей киноға айналады. Жақсы, ол түсінікті киноға айналған. Бірақ киноны спектакльге алып келу қиын болған жоқ па? Өте қиын болды. Осыған дейінгі жасаған жұмыстарымның ішіндегі жасырмаймын, ең ауыры осы пеш болған шығар мен үшін. Өйткені кино енді қатты танылады ғой, спектакльге қарағанда аудиториясы үлкен. Кітаптан қарағанда тез жетеді. Кітапты оқу, ол кейбір адам оқиды, кейбір оқымайды. Киноны бәрі көрген. Сондықтан да сын көп болды. Бастап қандай, қалай болады екен деген. Бекер алдыңдар ау. Көтере алмайтын шоқпарды белдеріңе байлап не қыласыңдар деген нәрселерді естіп жаттық арасында. Бірақ бастап алдық, енді артқа қайтатын жол жоқ. Командаға сеніп тапсырып, не де болса, енді бұл өзі материалдың өзі сондай ғой, бір Алланың жолындағы, Құдайдың жолындағы бір үлкен жақсылық деп. Біз де соған бір үлесімізді тигізіп көрейік. Құдайға аманат бәрі. Бір Құдайға аманат, бізден әрекет болсын дедік те, кірісіп кеттік белсібан. Осы тұста мен Түркістан музыкалық драма театрының бүкіл әріптестеріме, сол жақтағы актерларға, техниктерге бәріне алғысымды айтқым келеді. Өйткені шынымен де ол кісілердің жігер ниеті болмаса ол жұмыс шықпайтын еді. Театр басшылығы болсын, администрация болсын, бәрі жұмылып жұмыс жасадық. Өте керемет бір жұмыс болды. Процесте бірде-бір айғай-шу, бір-бірімізбен ұрсысу, ренжісу, театрда тұрақты нәрсе ғой ол. Ренжісіп қалу, айқайласып, ондай болған жоқ. Соның бәрін ойлаймыз, бір шынымен де бір жаратқанның бір демеуі шығар, көмегі шығар біздің ниетімізге сай деп. Жазылуы да өте жеңіл болды, жасалуы актерлар көмектесті. Бұл жерде қиналған мен өзім ғой. Іштей қалай болады, кәдімгі ұйықтай алмайсың түнімен. Өзің жеп. Түнде ұйықтап жатып, мен апамды Меккеге апарам да деген репликалардан оянып кетем, шошып. Құлағыма келе береді, ана сөз қатты уайымдатты шыны керек. Бір әжептәуір кәдімгі ұйқы қанбай жүрдік сол жақта. Бір жағынан андай ұйқың қанбаса да шаршаңқылық білінбейді уайымнан кейін. Жүре бересің, бір зомби сияқтысың андай. Анау бітпейінше, желкедегі жүк түспейінше бір еркін жатып демала алмайсың да. Сөйтіп енді жасап шығардық. Әйтеуір сол командаға көп рахмет айтқым келеді.
халыққа ұнады. Одан кейін мынау инстаграмдағы трец деген нәрсе жақсы болды ғой. Бәрі ойын сол жақта жазып жатады. Кейіннен театрдың жаңағы администраторлар, актерлар бәрі маған жіберді. Сонда енді білмеймін, енді өтірік айтпай ақ қояйын, бір негативный отзыв естіген жоқпын. Киноға жетпей қапты деген. Театрда мүлдем басқаша екен, театрда да жүрекке жетеді екен, ерекше екен. Мүлдем кинодан басқа деген нәрсені көп оқыдық. Темасын өзі жақсы тема ғой. Иә. Пештің. Ең бастысы сол кинодан өзгеше деген нәрсе болды, соған қуандық. Өйткені біз киноны 100% қайталаған жоқпыз. Тіпті айтатын едім, 60-та 40 шығар. 40% кинодан, 60% жаңағы автордың жазғаны көп дүние. Табылды Досымовтың өмірі мен шығармашылығына арналған Сәйгүлік, мысалы Мұхтар Шахановтың Тана көзі деген сияқты. Осыларды сахналауда, көрсетуде, көрерменге мақсатыңыз осы заманның қаһармандары ретінде сол кісілерді көрсету ме, әлде сіздің соларға деген ыстық ықыласыңыз ба? Өйткені ол білінеді сіздің қойылымнан, сұхбаттарыңыздан, қатты сыйлайтыныңыз. Енді екеуі екі түрлі десем болады. Өйткені Мұхтар Шаханов деген бұл менің балалық шағымнан кәдімгі сүйікті кумир ақындарымның бірі. Мұхтар ағаның өлеңін жаңағы Мұқағалиды оқымаған деген сияқты оқымайтын қазақ жоқ шығар. Танагөз деген ол менің мектеп жасынан бергі оқып келе жатқан поэмаларым бірі. Ең алғаш мектеп жасында қыз жігіттік деген нәрселерді түсіне бастаған кезде анау бір махаббат шығармасы, енді мен айта алмаймын бір керемет баяғы біздің заман деп сөйлегім келіп отқам жоқ, бірақ бізде бір андай телефон деген құралдардың көбінің дамымай жатқан кезінде көрдік та сәл бала кезіміз өтті. Простой телефондар енді шығып жатқан кезде, кітапты оқып жүрдік сол кезде. Сол кезде мектеп жасында оқыған поэмам, мен Мұхтар Шахановтың бұл поэмасына бір 4 рет келген шығар. Мектепте оқыдым, сосын 9-шы сыныпты бітіретін кезде оқыдым, Жүргеновтің колледжінде жүргенде оқыдым, сөйтіп осы Астанада жүргенде тағы да оқығам. Сөйтіп не қоясың деген кезде ойланбастан болды, Мұхтар Шахановтың Тана көзі керек дедім. Өйткені бұған тағы бір үлкен ой салған сол Фархат ағамыз қойған Махаббат қызық мол жылдар спектаклі, білесіздер ғой, Мүсірепов театрында қалай өтті халыққа. Одан кейін ол бір жақсандай бір жақсы нәрсе бар да, бір қызғанышпен қарайсың жақсы жағынан. Фархат аға күшті тапты бұл тақырып, мен не тапсам енді, не істесем екен, махаббат жайлы қандай шығарма бар деп ойланған кезде бірден ойыма келді да, Мұхтар ағамыз, оның үстіне қазір көбі ұмытып бара жатыр ол кісіні, неге бір алып шықпасқа, неге бір жарыққа шығармасқа қайтадан деп сөйтіп театр басшысына ұсындым, бірден қолдады. Театр басшысы кім сізде? Бізде театр басшысы Александр Викторович Майер деген кісі, ұлты неміс, бірақ бізге осы тұста енді көп сынын айтылады. Неге қазақ театрын неміс басқарады деген. Ол дұрыс нәрсе ғой, оны білмеген адамның бәрі сөйтіп айтады. Бірақ мен айтатын едім, ол кісі кез келген қазақтан кем емес. Театрға деген жанашырлығы, өте қатты жан ашиды. Нағыз бір патриоттардың бірі. Қазақстанда жүрген ұлттық дүниелерді қатты қолдайды. Оның ішінде біздің репертуарды көрсеңіздер түсінесіздер. Көп басым бөлігі қазақша нәрсеге қойғызады бүкіл акцент. Қоғамдағы ең актуалды тақырыптарды қозғайды. Сол кісі ғой, Шаханов болады деген кезде қолдап, кәдімгідей болды, қанша ақша керек, бөлеміз, жасайсыңдар деген. Сөйтіп, бұл Мұхтар Шахановтың осы Тана көз мелодрамасына кірісіп кеттік. Демек өзіңіздің махаббатыңыздан туып тұр ғой өзіңіз. Бір бала күнгі шынымен де бір Мұхтар ағаға деген үлкен құрмет, сыйластық. Енді Мұхтар ағаның қазаққа жасағаны аз емес қой. Мұхтар Шаханов десе кез келген адам білет. Тіпті маған бірақ басым бөлігінде Мұхтар ағаның лирикасы қаттырақ ұнайды. Лирикалық бұрынғы шыққан өлеңдері, Шәмшімен жазған әндері қандай мысалға, қаншама жылдар өмір сүріп келеді. Қазір мысалға көп адамдар ол Шәмшінің әндерінің 60%-ның текстін Мұхтар аға жазған деген нәрсеге сене бермейді көбі. Бәрі білет Шәмшінің әні, бірақ сөзін Шаханов жазған. Мұхтар ағаның өзі айтты ғой, біз Шәмші екеуміз 8 жыл бір шаңырақ астында тұрғанбыз. Кәдімгі Шәмші менен жасы үлкен болса да, әкесі маған жетелеп жүр деп тапсырған. Өйткені бұл анау ащы суға әуес көп. Сен ондайдан аулақсың, сондықтан саған тапсырдым деп тастап кеткен екен. Шыңғыс Айтматовпен бірге қанша жыл араласып жүрген. Енді былай қарап тұрсаңыз, осындай тарихи тұлғамен бір байланыста болу деген нәрсе шынында да маған да үлкен мәртебе болды. Астанаға алып келдік. Бір анау ең алғаш премьераның бірінші күні біздің театрда зал жаңағы 2 этаж толып жүретін. Сол Тана көз болғанда 3 этаж толды. 900-ге жуық адам келді.
лық толы зал, таң қалдық өзіміз. Оның үстіне бәрі билет сатып алған. Таратамыз ғой кейде тегін. Ондай емес, шынымен де сатып алған көрермен кеп, Мұхтар аға бірден көрермен залына кірген кезде жаңағы 900 адам орнынан тұрып шапалақ соққанда ағамыздың көзінен жас келді кәдімгідей. Халықтың құрметі, махаббаты. Сол бір сәт қой. Мен іштей, Құдайға шүкір дедім. Құдайға шүкір. Осы бір нәрсеге бір тамшыдай болса пайдамыз тиген екен. Сосын ортаға апарып, Мұхтар ағамызды отырғызып, артынша фойедегі көрермендерді көрсеңіздер, Мұхтар ағаның кітабына таласқан. 400 кітап алдырдық. 400 кітапты бір сеанста алып кетті бәрі. Көрермендер түгел талап әкеттік. Мұхтар ағаны охранамен қоршап отырғызып қойдық фойеге. Қолтаңбасы алдын ала қойылған, бірақ кітап сатып алып ағамен фотоға түсті жастар. Былай қарап тұрсақ, басым бөлігі жастар. Соның бәрін көрдік те, жасап жатқан жұмысымыз бекер емес, бір есіл ауаға ұшып жатқан дүние емес деп бір қуанып қалдық. Ал енді Табылды Досымовқа келетін болсақ, мен шыны керек Табылды ағаны бала кезімнен білем деп айта алмаймын. Өйткені мен өзім шығыстың тумасымын, о жақта енді біз жақта көп біле бермейді. Сөйтіп мен осы шабытқа түскен кезде ғана естідім. Батыстан достарымыз көп болды. Жаңағы гитарасын алып алады да, мінемін де шабам алдымнан аңғарларды аттап, сәйгүлікті жіберіп жатады бәрі. Күштен екен, бұл кім? Бұл біздің Табылды Досымов деген көп естіп жүрдік. Батыста жақсы танымал, иә. Сөйтіп жүрдік. Сол кезден біздің театрда өзі Ақжол Амантай деген актер бар, сол Табылдының бейнесін сомдап шыққан. Сол жігітке бір сырттай қарасам қатты ұқсайды да Табылды ағаға. Сосын біз қалжыңдап айтатынбыз, Табылды Досымов туралы спектакль қоям, сол кезде сен ойнайсың Ақжол деп айтып жүргем. Танагөз бітті, Танагөзден кейін енді не қоясың деген кезде Табылды Досымовты қоямыз дедік. Сосын сәл о кезде түсініксіздеу болды, өйткені көп адамдар біле берген жоқ о кезде қатты. Оны түсіндіріп жүрдік. Сосын бірден Атырау қаласына біз үлкен кәдімгі экспедициямен кеттік. Жаңа Қазбек бар, сол Ақжол бар. Бірінші орында барып зерттейік. Сол ағаның бірінші зиратының басына барып Құран бағыштайық. Бәрібір де әруақтардың рухына бір Құран бағыштап келейік, рұқсатын алайық іштей. Үлкен дүние ғой деп сөйтіп Атырауға кетіп қалдық. Атырауға барып, ағаның достарымен танысып, Индір жаңағы өзінің туған жеріне барып, ағамыздың зиратын басына барып, Құранымызды бағыштап, сол жақтағы өзінің тұрған үлкен үйіне бардық. Сол жердегі өмір бақи айдаған Волгасын көрдік, ескі машинасын. Қыс кезі енді қар басып тұр, бірақ сонда да жақсы бір ниетте барып, сол бір тарихқа өзімізді жақындатайықшы деп араласып, құраласып, көп материал жинап әкелдік. Топырақтан энергия алып дейсіз ғой. Иә, ағамыздың қанша кітабы бар, түгелін сол жақтан жинап әкеліп, Астанаға кеп, бір 2 айдай жазу жұмысымен айналыстық материалды. Бірден айттық, бұл шығарманың аты сәйгүлік болады. Өйткені бұл түсіндік те біз, ол Табылды Досымов деген ол бірінші орында рух екен. Ол кәдімгі нағыз қазақтың рухы. Сәйгүлік деген соның өзі құрыққа бағынбай тұрған кәдімгі асауаттар болады ғой, бағынбайтын. Тура сол сияқты ағаның мінез қылығы тура сондай болған екен. Достарының бәрі айтады, шарт ете қалады, ашуланып кетеді, өзі алып денелгісі болған. Сөйтіп бұның аты сәйгүлік болады деп басына жаздық. Сәйгүлік, жанры муздрама дедік те, кірісіп кеттік. Сөйтіп жазып бітіріп, былайынша айтқанда бұл спектакльдің шығуына бір 6 ай уақыт кетті ғой. Таза 6 ай ізденіс. Өтірік айтпаймын, шынымен де ұзақ іздендік. Музыкамен Ақжол ұзақ дайындалды. Табылды ағаның бард стилін қолданып, гитара ойнау тәсілін бәрін үйреніп, сонымен сахналап шығардық. Премьерасы күні енді шынымен де Танагөзден асып кетті ол. Танагөзден күтпеген нәрсе болды. Өйткені мүлдем басқа тақырып. Бұл махаббат лирикасы емес, бұл кәдімгі қазақтың рухы, нағыз қазақи дүние болды. Ағамыздың қазіргі мұрагері ұлы Абыл келді. Сосын апайымыз келді, жеңгеміз әйелі. Енді ағамызбен байланысты кім бар? Бәрі қазір біздің театрға келіп сәйгүлікті көріп жатыр түгел. Түсіндік қой, бұл сәйгүлікті Светқали Нұржанов ағамыз кәдімгі қазақтың марқұм болып кеткен алаш зиялыларына деген реквием деді. Реквием деген ол зар, ол жоқтау, былайша айтқанда. Қазақтың жоқтауы. Сосын айттық, оны секеңдетіп билететін ән емес қой, біз бұдан хор жасауымыз керек деп, бір 10 минуттан артық үлкен бізде блок пайда болды. Бүкіл хор сонда кәдімгі сәйгүлікті жоқтау сияқты айтады. Сол жерде жылқыны да шығардық сахнаға, жаңағы кукольный түрде, театральный форматта. Соның бәрі енді халыққа бір жақсы әсер етті. Қазір сәйгүлікті қойсақ, аншлаг ылғида. Өте жақсы өтіп жатыр. Табылды Досымовтың атын
есімін жалпы халыққа паш етуде көп еңбек сіңіріп тұрсыздар ғой, былайша айтқанда. Неге осы уақытқа дейін айтылмай келді Табылды Досымов? Енді Көп айтылмады ғой. енді сол нәрсені мен Мемлекеттік деңгейде өзім де білмедім. Енді қаңқу сөздер көп, ағамыздың өзінің туған жерінде кішкене басшылықпен дұрыс болмаған, өзінің асау мінезімен сыйыспаған дейтін нәрселер бар. Бірақ мен оның барлығын нақты білем деп айта алмаймын. Естіген әңгімеміз аннан-мыннан. Содан кейін мүмкін жақпай қалған шығар деп бір ойладық. Бірақ біз бір нәрсені нақты білеміз, ол халықтың адамы екенін. Ол халықтың кәдімгі рухын оятқан, халықпен бірге болған, тіпті Казгуда кезінде ағамызбен бірге тұрған жатақханалас достарының бәрі айтады. Ол кезде Инстаграм, ТикТок жоқ, Табылдының әні бүгін түнде шығады, ертең аулада айтылады, одан ары қарай болды, кетеді. Бүкіл городокқа Табылдының әні ауыздан ауызға тарап уже бәрі айтып жатады. Иә, біз мысалы бізде оңтүстіктенбіз ғой, Тараздан. Мен мысалы Табылды Досымов деген сіз айтқандай студент күнде бірақ білдік. Шынымен студент күнде біздің группаластарымыз, достарымыз жаңағы гитарамен ән айтып отыратын. Сәйгүлікте де сол кезде таныстық. Жаңа мен саған ғашық емес едім деген сол екі әнді көп айтылатын. Мысалға, ұнатамын мен сені Мұқағали деген. Оны мысалға көп ешкім білмейді, ол Табылдынікі екен. Әдемі. Бәрі күшті Мұқағалидың әні деп ойлайды. Енді Мұқағали композитор емес қой, ол кісі сөзін жазды. Соған әнді шығарған сол Табылды Досымов. Қаншама жастар айтып жүрген ән. Ұнатамын мен сені дегенмен. Енді жеке басыңызға ойыссақ. Негізі кофе ішетін бе едің? Кофені өте қатты жеймін. Көп ішемін. Айтайын дегенім ғой, Астанада керемет бір кофехана ашылды, Пиццкоф деген. Ішіне кірсең, тек қана кофе ішпейсің, жаңа КамАЗдармен ойнауға болады екен, құм тиеп деген секілді. Кейде бір терапия ма сондай бір шығармашылықта, кейде бір шығармашылықтан ауытқып, жаңа үй соққың келсе деген секілді, сол жерге Пиццкофқа барсаң болады. Жақсы. Режиссерлік жолға осы әнші болам деген арманыңыз алып келген екен. Ән жақсы айтасыз ба? Кезінде ол осы өнерге келмей тұрып ойлайтын, мен жақсы айтатын шығармын деп. Өзіміздің туған жерімізде. Мен де журналистикаға түспей тұрып, мықты ақынмын деп ойлайсың. Сол ғой. Журналистикаға түскеннен кейін, менің де жақсы ақындар бар екен деп. Мықтылардың арасына кірген кезде түсінесің да. Өзімнің туған жерім Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Қуаныш деген ауылда дүниеге келгенбіз. Сол жақта, сол Зайсанда жүрген кезде бәрі солай келеді ғой өнерге. КВН ойнайды, концерттер жүргізеді. Сосын ән айтып жүреді. Сондай бір әнші болам деген бір желік оймен біз эстрадаға барамыз деп ойлап Жүргеновтің колледжіне түстім. Ол кезде менің ұстазым, мастерім, кез келген жерде оны енді мақтанып айта аламын, Ерлан Кәрібаев деген үлкен актер, Мүсірепов театрының қазір алдыңғы үлкен актерларының бірі. Сол Ерлан ағаның қолына түстік. Ерлан ағаның да нағыз жас кәдімгі қайнап тұрған кезінде бізді алып, былайынша айтқанда, тәрбиеледі. Одан бөлек Есім Сегізбаев Жүкеұлы, сол кісінің қолында тәрбиелендік. Ағамыз марқұм болып кетті. Отарәлі Көлжан деген ағамыз болды сахна тілінен, ол кісі де марқұм болып кетті. Мақсат Рахмет ағамыз бар Алашұлындағы, білесіздер. Мақсат ағаңды қолына түстік. Былайша айтқанда енді бір керемет, бір мықты ұстаздардың қолынан өттік та түсіндік театр дегеннің не екенін. Сосын сол жақта жүргенде ойым ауысты 180 градусқа. Мен театр актері болам. Театрмен бағытты жұмыс істеймін. Ол кезде де актер болам деп ойлап тұрсыз ғой. Ол кезде енді таза актермыз. Ол кезде режиссура деген мүлдем ойға келмейтін нәрсе. Актер болам деп жүріп, сөйтіп сол Жүргеновті аяқтап шабытқа келіп түстік. Ол жақта да ұстазым өте керемет адам, көп нәрсені үйреткен Сайлау Қамиев, кураторымыз Ернияз Бірімқұлов деген ағамыз. Қайда жүрсек те ұстаздарымызды айтып жүруіміз керек деп ойлаймын. Сол кісілердің қолына түстік. О жақта мүлдем басқаша білім алдым. Көбі колледжден кейін жоғарғы оқуды ары қарай оқи алмай қалып жатады да, біз оқып келдік қой деп. Бірақ барынша жоқ, менде болды ана білім, мен жаңадан бастайын деген оймен таза парақ болып ол кісілердің қолына түсіп, мүлдем басқа дүниелерді аштық. Сөйтіп жүрген кезде осы өзіміздің қазіргі құтты шаңырағымыз, осы театрымызды аштық ағайымызбен бірге, 12 адам. Қай ағайымыз? Сайлау ағамен бірге. Осы Экспо қалашығында жаңа театр ашылуға штат бөлінді деп ағайымыз басымызды қосып, осы тұста мен айтып өткім келеді. Тағы да енді көп жерде ол кісінің атына бір қара даг жағылып жатады, оны бәрі көріп жатыр. Тұрсынбек ағаны, Тұрсынбек Қабатов десе бәрі өмірін айтады деген сияқты. Енді біз ол әр адамның өмірі, жеке өмірі, шығармашылығы ғой бұл жақта. Бізге керегі шығармашылығы. Мен ылғи да айтамын. Сол театрдың құруына ол кісі де атсалысты. Үлкен мұрындық болған адамдардың бірі Тұрсынбек аға. Шынымен де бұл біздің алған
мынау мекемемізге зданиямызға көз түспеген адам жоқ. Солардың арасында бәрінен Тұрсынбек ағаға берді. Тұрсынбек аға сол жақтан болатын еді, ол кісі әзіл әлемінің театрын ашып тастауына болатын еді. Бірақ ол кісі кәдімгі драма және комедия театры керек деп сол театрды ашқан. Мен ешқандай өтірік айтып отырған жоқпын. Бұл Тұрсынбек Қабатов десе сол әзіл әлемі ғана ғой, Иә, сатира деген сияқты. жоқ, ол мүлдем олай емес. Ал негізінде мысалы муз драма театрын ашу, ол деген үлкен еңбек қой. Иә, шындығында сол еңбек. Сайлау аға екеуі өте жақсы дос қой. Иә. Сосын Тұрсынбек аға біздің Сайлау ағаға ұсыныс тастап, осы жерден театрды ашайық деп, сосын аға бізді алып жинап, басымызды қосып сол театрды ашты. Ол кісі әлі де жұмыс істейді, сіздерде? Кім? Тұрсынбек Қабатов. Тұрсынбек аға, иә, театрдың көркемдік жетекшісі қызметінде әлі де. Ол қандай қызмет атқарады? Не істейді? Сіздерді қарайды, көреді. Көркемдік жетекші деген, иә, ол сын пікірлер айтады, белгілі бір. бір жылға арнайы жоспар құрылады, не қойылады, қандай қойылым жасаймыз. Одан кейін ол қойылымдардың шығуына жәрдемдесетін, көмектесетін адамдар керек деген сияқты. Өйткені көп жағдайда театрға бөлінген кейбір қаражат жетпей қалады. Сосын мысалға үлкен қойылымдар сахналаймыз, соған тағы да қосымша бізге қаражат керек деген сияқты. Продюсердің рөлін атқарады ғой. Продюсердің рөлі ғой, былайынша айтқанда кинодағы. Тура сондай. Ал жаңағы спектакльдің шығармашылық жағына араласа ма, араласпай ма? Араласады, оған да келіп, бізде сдача деген болады, спектакльдер тапсырамыз. Сол сдача кездерінде қарап, ойын айтады. Арнайы көркемдік кеңес бар. Отбасы жайлы сұраймыз деп қайтадан театрға кетіп қалдық қой. Отбасы, жеке басқа келейік. Үйленгенсіз бе? Иә, үйленгем. Бір ұлым бар, жасы 4-те. Әйеліңіз актриса ма? Иә, әйелім актриса, екеуміз сол бір курста оқығанбыз. Кім? Еңлік деген қыз, Еңлік Айымғазы. Ол қазір Қалибек Қуанышбаев атындағы театрдың актрисасы болып жұмыс жасайды. Енді ол қазір не шығып жатырған, ол бір ұлттық арнада Қыздың жолы деген сериал шығып жатыр. Сол жердегі басты рөлдегі қыз ғой сол. Іңкәр деген кейіпкерді ойнайды. Сол қыз ғой деп басқа біреу айтып отқан сияқты. Деп таныстырып отырсаң. Жоқ, негізі жаңа актриса ма деп сұрап отқаным, режиссерлардың барлығының әйелі актриса ғой, кино болсын. Біз енді актер актриса болып жүрдік қой басында. Енді ортасы сол болғаннан кейін. Актер мен актриса болып жүрдік. Сөйтіп, осы отбасын құрып театрда, сонымен. Әйеліңізге айтыңыз онда біздің подкастқа келсін. Эстафетаны сол кісіге беріп қой. Міндетті түрде, жеткізем. Қойылым кейін киноға айналады деп. Бұның жақсы жағы қайсы, жағымсыз жағы қайсы? Неліктен ондай үрдіс соңғы уақытта көбейіп кетті? Соңғы 1-2 жылда, иә? Енді бір сол спектакльді жасау барысында біреулер көреді спектакль халыққа жақсы өтіп жатқан. Сосын продюсерлер пайда болады, қаражатты көбірек ойлайтын. Біз киноға ақша құяйық, бұдан жақсы ақша түссін дейтін адамдар да болады. Енді мен жоққа шығарамаймын, мен ойламаймын, бұл кино ұлттық күшті дүние болып қалсын деп жасайды деп. Мен оған сене бермеймін, өйткені қазіргі таңда киноның негізгі бір мақсаты қаражат табу болып тұр ғой, көбінде. Өйткені қазір миллиард жинадық деген бір принцип пайда болды. Миллиардтан астық, миллиард жинадық деген әңгіме көп тарап кетті. Одан кейін де айтып жатады, неге дұрыс кино шықпайды деп. Енді білмеймін, енді ол менің бір нақты білетін границам емес, бірақ сол бір қаражат табу жолында сол мақсатта шығар деп ойлаймын. Өйткені театрдың успешный болмай жаңағы халыққа өтпей қалған спектакльден кино шықты деп естіген жоқпын. Халыққа өткен жақсы спектакльден кино шығып жатады. Халықтың арасында көп талқыланған спектакльдер. Демек, ол нәтиже, жақсы нәтиже бар. Сол нәтижені ары қарай дамытайық деген оймен кино түсіріп кетеді деп ойлаймын көбінде. Енді мен жасырмайтын шығар, ешкім әлемдік Голливудтың өзінде де солай ғой. Киноның негізгі бір кітаптарда солай, бестселлер болғандар киноға ақша табу. Ол ақша табу деген нәрсені бәрі андай бір жаман қарайды да, ақша құмар деген сияқты. Олай емес қой, былай қарап тұрсақ, әркімнің жүрген саласында да ақша табу үшін жүреді ғой көбі. Сен тегін жұмыс істеп жүре алмайсың ғой, мысалға. Кейде болады, театрға келгенде актерлар кіру үшін басында әңгіме айтады, біз тегін жұмыс істеуге дайынбыз деп. Точно ма? Кіреді, 2 ай өтеді, 2 айдан кейін жылай бастайды, ақша болмай ма деп. Соны айтамын, сен басынан шындықтарыңды айтсаңдаршы, тегін ешкім жұмыс істемейді, әркім өзінің бағасын білу керек, ақша төлену керек. Өйткені ол негізгі алға жетелейтін құрал қазір. Сенің қаражатың болмаса, сен ойыңды іске асыра алмайсың, идеяңды шығара алмайсың, оны тарата алмайсың. Сондықтан да ол өте дұрыс нәрсе деп санаймын. Сондай продюсерлердің ондай продуктын алып дамытуы, ары қарай өсіруі, ол өзінің пайдасын алсын. Ол жерде жұмыс істейтін актерларға ақша төленеді, қаншама командаға ақша төленеді.
әркім сол бір шығарманың айналасында өзінің бір нәпақасын табады ғой сосын. Содан кейін кино шыққаннан кейін спектакльдің де өміршеңдігіне әсер ететін сияқты, өйткені кино шыққаннан кейін салыстырады. Театрға барып көрейік бұның деген спектаклі бар еді ғой, спектаклін көрейікші қандай екен деген сияқты. Оның үстіне кино деген көп таралады ғой. Иә. Танымалдылық көп. Иә. Бірақ енді менің сөзіме сенсеңіздер, мен өзіміздің бағытты мақтап жақтап отқан жоқпын, бірақ ол тексерілді неше рет. Спектакльдің әсері қаттырақ болады бәрібір киноға қарағанда. Иә. Енді спектакль дубль жоқ қой. Көрерменнен. Иә. Еңкілдеп, еңіреп жылайды халық. Театрдың ғасырлар бойы мықты болып келе жатқанының себебі де сол шығар, ол тірі энергия болғаннан кейін. Тірі эмоция. Тура қазір қалай беріледі, солай қабылдайды көрермен. Театрға мысалы жеке басым мен сол үшін барам. Жаңағы актердің бетіндегі мимикаларын көру үшін деген сияқты. Бір минус плюсы деген сияқты, енді өкінішке орай театрдың аудиториясы кішкентай, кино сияқты емес. О жағы да бар. Иә, енді. Олай айтамас едім мен. Жоқ, соңғы уақытта театрдың киномен салыстырған кезде киномен салыстырған кезде біз бір спектакль ойнасақ, киноны Қазақстанның мысалы 14 қаласы бір күнде көреді деген сияқты ғой. Бір сеанс емес, 4-5 сеанс. Өңірлердің бәрін қамтиды дегенде. Жалпы Арнаттың айтқысы келіп тұрған ой андай ғой, бұрынғыдай осыдан бірнеше жылдар бұрын, мысалы 15 жыл мүмкін, 10 жыл бұрын бізде театрда адам аз барады деп айтқан пікірлер болатын. Қазір ол пікір мүлде жоқ қой. Меніңше театрға қазір жастар көп барады, үлкендерден бөлек студенттер, меніңше қазір көбіне бос отыратын, бос қалатын спектакльдер жоқ сияқты. Жастар шынымен де өте көп. Сол бір театрға бару деген эстетика пайда болды қазір. Бұрындары театрға қалай болса солай киініп келе салатын, қазір тіпті фотоға түсуге келеді кейбір қыздар. Оның өзі дұрыс деп ойлаймын. Ол жоқ дегенде шет жағасын көріп кетеді. Кейде біз гүлсіз барсақ кішкене қысылып қаламыз. Иә, біз келесі жыл гүлмен барайық деп ойлаймыз да, баратын кезде қайтып есіңе шығып кетеді да, кейін актерлар шығып поклон жасап жатқанда ойлайсың, гүлді алмадық. Мен театрға келдім деп фото салып қояды мысалға. Сол гүл апару да бар ғой, сол дәл не сияқты жаңағы суретке түсетін сияқты трендке айналдыру керек қой деймін. Өйткені кейде спектакльде мысалы актерларға гүл бермей қалсам, мысалы кене не сияқты. Сосын бізде кейде өзімізде ойлап қалам, театрдың айналасына бір сондай дүние ашық тұрған дұрыс ау деп. Иә. Өйткені ол келгеннен кейін де шығып барып ала салса да болады да. Иә, жаңағыдай мысалы билетіңді ойлайсың, кешікпеуді ойлап сөйтесің де, сосын барғаннан кейін, уже поклон жасағанда гүл алып келу керек едім деп өкініп қаласың. Мен ана Мәскеуде оқып жүрген кезде сол театрға жиі барамыз ғой, сонда көрем. Кез келген театрдың қасында гүл сататын тұрады әрқашан. Соны істеу керек сияқты. Соңғы поклонда осы жерде көрермендерге жақсы бизнес идея айта кетейік. Бизнес ашқыларыңыз келіп жүрсе, театрдың қасынан немесе театрдың ішінен бір қуықтай жерді алып, гүл сататын дүкен ашсаңыздар болады. Дұрыс қой, иә? Дұрыс. Ол тек қана ол жерде спектакль болмайды ғой. Кейде ол жерде концерт өтіп жатады үлкен, мысалы. Бізде солай кештер болады, поэзиялық кештер болады. Көп нәрсе өтеді. Сондықтан ол халық көрсе алады да оны міндетті түрде. Оның үстіне актерларға не ғой, шабыт. Иә. Мысалы, мен актер болсам, актриса болсам, маған гүл берсе, маған приятно болушы еді. Сізге күнде гүл беретін сияқты ғой, актер болсаңыз. Жақсы, жалғастырайық. Алдағы уақытта Әли актерлыққа ауысу мүмкін ба, жоқ әлде осы бағытты таңдады ма? Ауыспайды. Керісінше сол актерлық бағыттан бүйтіп алыстап бара жатырмын ғой қазір барынша. Театрда әлі де ойнайтын спектакльдерім бар. Бір реті келгенде ойнап тұрамын оларды. Енді көбінде қазір жоспарымыз құрылды. Алдағы уақыттағы мынау желтоқсан айына дейін құрылған жоспарларымыз бар, қоятын спектакльдеріміз бар деген сияқты. Оның бәрін қарасам, актерлыққа мүлдем уақыт жоқ болып тұр ғой. Ол бір жағынан кім Фархат ағам айтып еді, сол Фархат Молдағали деген ағам, сол фестивальге барған кезде ана ішіңдегі актерский нәрсені жауып көміп тастамайынша ана бағытқа толық кете алмайсың деп. Миыңды бір нәрсеге қоюың керек деп. Сондықтан да сол бір нәрсені былайша айтқанда ақырындап көміп жатқан адамдардың қатарындамын қазір. Бір жақты таңдайын, бір жолда жүрейін деген. Әлі көмілген жоқ па? Әлі бар, кішкене қалды. Бітпеді әлі. Аяғына дейін. Жаңа әңгімеңнен қарасам, сәл кино түсіретіндерге басқаша көзқараспен қарайды екенсің. Қандай басқаша? Олар ақшаны ғана ойлап қалғандар. Жоқ,
Ал болашақта кино түсіретін, кино саласына кететін ой жоқ па жалпы? Кино Ой бар, ой саласын бар. көру. Мына өзі айтып алып, өзі ана жаққа кіргісі келеді екен деп ойлайтын шығар естігендер. Әрине ой бар, мүлдем басқа бағыт қой. Менің мысалға кабинетімдегі кітаптарды көрсе, бәрі мені андай бір театр не емес, актер емес, киношник па деп ойлайды. Өйткені менде полкымда жиналып тұрған кітаптың қазір басым бөлігі кино кітаптар түгел. Әсіресе кинорежиссерларды өте көп оқимын. Кинорежиссерларды қатты жақсы көремін. Неге екенін білмеймін, қатты жақсы көремін. Сондықтан да бір болашақта бір кино түсіреміз бе деген бағыт шығар сол. Алдағы уақытта дайындалу. Ол аяқ асты баратын жол емес енді мүлдем. Үлкен дайындықпен асықпай келіп, мынау жақында осы Музарттың киносы басталса, сол жақтан бастап, сол ішкі кухняны көруге дайындалып отырмын. Бүкіл киноның атмосферасын көруім керек деген сияқты. Театрда мысалға бүкіл қандай театрдың саласы бар, бәрінде болып көрдім. Бәрін мықты білем деп тағы да айтамын, мақтаншақтықтан аулақпын, бірақ театрымыз ашылғаннан бері мен жұмыс істемеген саласы жоқ театрдың ішіндегі. Негізгі актерлық штатымнан бөлек қосымша бір 0,5 дейді бізде, ақша төлейді. Сол 0,5 ақша пайда болсын, бір жағы өзіме білім болсын деп реквизитор болдым, бутафор болдым, грим цехында жүрдім, декорация таситын жерде жүрдім. Жаңадан ашылғаннан кейін енді оның бәрін біреу істеу керек болды ғой. Ол да бар. Бір жағы өзіме де қызық болды. Светте де жүрдім, жаңағы звукта да көмектесіп жүрдім. Бүкіл театрдың қандай саласы бар, түгелін қарап шықтым. Сосын барып түсіндім. Одан кейін сен спектакль жасап жатқан кезде уже түсінесің, ешкім өтірік айта алмайды саған. Ненің қалай жасалатынын бәрін білесің. Ол қалай істелетінін бәрін болт гайкісіне дейін білесің түгел. Сол сияқты бұл киноның да ішкі кухнясын білгім келеді да солай. Кино түсіргенде ешкім саған сылтау айта алмайтын шығар онда театрдың ішінде. Анау болып қалды, мынау болып қалды. Істеп көрдім да бүкіл саланы ішіндегі. Мен тілегім кино, жалпы мен кино көргенде, ол киноны ұмытып қалсам, мен үшін ол демек жаман кино болды деп ойлаймын. Ал мен кино көріп болғаннан кейін ол кино туралы 2-3 күн ойланып жүрсем, демек ол жақсы кино болды. Менімен талқыласа, ол жақсы кино. Сен көрші, сосын талқылаймыз деп айтсақ, ол жақсы кино. Сондай кино түсірсеңіз риза болатын ек. Тырысамын кино көріп біткеннен сол кино туралы ойланып, толғанып, қорытып жүретін. Жаңағы болмаған балалық шақ бар, сәйгүлік бар, жаңағы кассалық спектакльдер деп айтамыз ғой олардың бәрін. Сол секілді театрда кассалық спектакль қойып жүрген режиссер кинода да кассалық фильм жасай алады деп ойлаймын. Бұйырса. Болса екен солай. Спилбергтер сияқты солардың жолы бұйырса екен. Анау Голливудта Спилберг сондай ғой. Спилбергті бәрі айтады ғой жалпы, человек, который изобрел блокбастер деп. Ақшаны да қалай табу керегін көрсетті. Сапалы киноны қалай түсіру керегін де көрсетті. Мысалға ақша деп Спилбергтің киноларын айтады, бірақ кейде айтамын, кешіріп қойыңыздар, Спилбергтің енді список Шиндлера, «Поймай меня, если сможешь» дейтін шедеврларын қалай жоққа шығарады адамдар, ол тек ақшаны ойлады дейтін болса. Мүлде олай емес қой. Керемет бағытты жасағанда бір сондай бір жол бұйырса екен деп тілейміз іштей енді. Актерлардың барлығына театрда ойнау маңызды, театрда міндетті түрде жүреді. Әрине. Бірақ сана бір грани бар да, опасный, көп киноға түсіп кеткеннен кейін тастап кетеді көбі театрда. График плотный болады. Одан кейін қызық емес бола бастайтын сияқты спектакль, өйткені енді спектакльден ақша үйтіп таппайды кинодағы сияқты көп. Театрдан андай бір популярность келмейді ғой. Лицоның танылуы бәрі киноның арқасындағы, сондықтан да толыққанды киноға бағытын бұрып кетіп қалады. Бірақ ол да дұрыс шығар, өйткені мына жақты үміттендірмей, бір бағытта ғана жүріп, сол бағытпен дамыған, сол бағыттар қарай өсірген деген сияқты. Бірақ соны бір қарайсында кейде театр мен киноны қатар алып жүрген ағаларымызға қарап, оларға да қарап қызығасың, ұстап жүр ғой осы кісілер деп. Керемет алып жүр ғой екі бағытты да деп. Неге солай болмасқа деп. Жасұлан Көпберген деген қазір көп шығып жатыр ғой фильмге. Кеше мен спектакльге бардым. Енді тапсырмаймын. Сол жақта жүр. Ойлап қойдым, мына жігіт оказывается мына жақта да ойнайды екен. Ол Ислам ағаның өзі шәкірті ғой. Ислам ағаның, Сіздің арманыңыздағы қойылым қандай қойылым қойғыңыз келеді? Болашақта ма? Болашақта. Бір болашақ дегенде қазіргі таңдағы менің қатты үлкен арманым бар. Жасап, жақындап қалдық қоған. Ол осы Қазақстанда әлі ондай тағы да айтам, мүмкін білмейді шығарым мен.
кейбіреулер айтып алып мына өзі білмейді не айтып отырғанын деуі де мүмкін, бірақ сонда да мен өзімнің тарапымнан айтқым келеді, мен естігем жоқ әлі ондай шықты деген. Мен рок-опера жасағым келіп жатыр бұйырса. Ол рок-опера біздің ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаевқа арналады. Мұқағали деген рок-операға біз міне қазір жақын қалдық. Осы бір жарты жылдықтың төңірегінде оның премьерасы шығады деп үміттеніп отырмыз. Қай театрда? Ол әлі шешіліп жатыр. Иә. Құпия Ол ма? шешіліп жатыр, иә. Бірақ Азамат аға екеуміздің арамызда бір әңгіме уәде болған. Азамат Сатыбалды ағамыз сол басты рөлде ойнау керек, сол жерде Мұқағалидың бейнесін сомдайды. Спектакльде, рок-операда. Ол кісі киносында да ойнады ғой. Иә, киносында ойнады. Өте жақсы ойнады. Маған қатты ұнады Азамат ағаның Мұқағалиы. Көрініп тұр да, ол аға қалай ізденген, қалай сіңірген Мұқағалиды өзіне. Сондай дүние керек. И Мұқағалидың жаңа жазылып шықпаған өлеңдеріне жаңадан әндер шығады ол жақта. Жаңағы Фариза қыз деп жүрген әннің жаңа обработкалары шығады деген үміттеміз. Композитор енді Ол да құпия ма? жоқ, оны мақтанып та айтқым келеді, бір жағынан құпияда ұстағым келеді. Ол ағамызбен де қазір келісіп жатырмыз. Ол Ринат Гайсин ағамыз. Онда керемет болады. Ринат ағамызбен бірігіп үлкен бір коллаборация жасасақ па деген ниеттеміз. Біз үшін сіздер де тілек тілеп қойыңыздар, бір сәтті премьера шықса екен деп. Қазір бүкіл күш-жігерімді соған салсам ба деп мен дайындалып жатырмын. Сәтті болсын. Иә. Жақсы. Осындай әдемі нотада Иә. подкастымызды аяқтайық. Рахмет Рахмет, көп келгеніңізге. рахмет. Көп жаңалықтар айтылды, көп дүниелер айтылды, театрдың өткені, бүгіні, болашағы да айтылды. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Келгеніңізге рахмет. Шын мәнінде қазақ өнеріне, қазақ театрына осы сіңірген еңбегіңіз ұзақ болсын. Шынымен ол ұрпақтан ұрпаққа қалатындай, көрерменнің көзайымы болатындай спектакльдер көп болсын. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Алға қойған барлық мақсаттарыңыз орындала берсін. Әрқашан тілекшіміз. Қазақ өнері жасай берсін. Рахмет, өздеріңізге де. Келгеніңе көп рахмет. Ал, құрметті көрермен, осымен кезекті подкастымыз аяқталды. Алдағы шығарылымдарда біздің подкасттан кімдерді көргіңіз келеді, комментарийге жаза кетіңіз. Қайта қауышқанша аман, сау болыңыздар.